Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Жалпы ұбт-да көп кездесетін тақырыптардың бірісі ол conditionals. Жалпы conditionals бұл шарттырай деген сөз. Егер былай істесең, мынандай нәрсе болады деген мағынадағы сөйлемдер. Жалпы conditionals екі сөйлемнен тұрады. Біріншісі if clause, екіншісі main clause. Кейде result clause деп те аталады. Conditionalстың түріне байланысты бұл жердегі қолданылатын нелер tense-тарда ауысып тұрады. Мысалға, zero conditionalда біз if clause'да present simple қолданамыз, және де main result clause'да да present simple қолданамыз. Ол көбінесе өзгерілмейтін фактілерге қолданылады. Мысалы, суды 100 градусқа дейін ысытсаң, ол қайнайды. Бұл факт. Сол сияқты мысалы, if you heat water to 100 degrees Celsius, it boils. Бұл жерде екеуі де present simple, өйткені бұл факт, ылғи да шын болатын нәрсе. Ал first conditional болса, бұл болуы мүмкін жағдайларға байланысты айтылатын шарттырай. Мысалға, if you study hard, you will get a good score. Егер жақсы дайындалсаң, сен жақсы балл аласың. Бұл жерде if clause'да біз present simple қолданамыз, ал result или main clause'да future simple қолданамыз. Will қосылған етістік. Жалпы, if clause бірінші келсе, бірінші сөйлемнен өтір қоямыз. Егер main result clause'ды бірінші жазып, одан кейін if clause жасаңыздар, өтір қойылмайды.